Бәріне сәлем. Бүгін темір тапшылықты анемияға тоқталамыз. Жалпы біздің еліміз көп ет жейтін халықпыз ғой негізі. Ол зерттеулер бойынша да біз әлем бойынша ең көп ет жейтін халықтар бойынша екінші орында екенбіз. Бізде негізі анемия болмау керек. Біздің гемоглобиніміз жоғары болу керек. Бірақ бізде наоборот, анемия яғни гемоглобиніміз төмен екен. Темір тапшылықты анемия бізде өте жиі кездеседі. 2-ның 1-інде дейінші. 2-ның 1-інде кездеседі екен. Жалпы темір тапшылықты анемия дегеніміз не? Яғни бұл ағзадағы темірдің қорының азаюынан пайда болады. Яғни гемоглобиннің деңгейінің төмендеуінен сипатталатын патологиялық процесс. Анемия екенімізді қалай білеміз? Оның жалпы клиникалық белгілері анық болады. Ең бірінші, ол бізде көбінесе науқастар әлсіздікке шағымданады. Көбінесе ұйқышыл болады, тез шаршағыш болады, бас айналады, көз алдында қарайып кеткен сияқты сезімдерге шағымданады. Сонымен қатар терісі мен шырышты қабаттары бозарады, және де шашы құрғақ, түскіш болады, ал тырнақтары сынғыш болады. Жалпы анемиясы бар адамдар тырнақтарына қараса, осылай ортасында тырнақтың аппақ ұзын жолақ болады. Осы да бізде анемияның көрінісі, анемияның белгісі екен. Бізде неге жиі десеңіздер, яғни біз тамақ ішкенде, тамақпен бірге тамақ ішіп болғаннан соң міндетті түрде шай ішеміз. Ата-апаларымыз, бәрі әйелдер, ер адамдар тар шай, сүт шай деп шайын түр-түрін іше береміз. Негізінен шайдың құрамында бізде танин деген зат болады. Ол бізде темірдің ішектерде сіңуін, ішектегі жаңағы темірдің иондарымен байланысып, оның сіңуін 90% жойып тастайды. Не только темір, ағзаға керекті басқа да микроэлементтердің сіңірілуін ағзаға шайып тастайды. Bir сөзбен айтқанда, негізі шайды тамақ ішіп болғаннан кейін кемі 2 сағаттан кейін ішу керек. Сонда ғана біздің жеген тағамдарымыз ағзамызға пайдалылары сіңіп, жаңағы иммунитетіміздің мықты болуына, керекті микроэлементтермен толықтырылуына керек екен. Енді темір тапшылықты анемия бізде ер адамдарға қарағанда әйелдерде өте жиі екен. Және де әйелді адамдар мынаны білу керек. Әйел адамдар темір тапшылықты анемия болса, ол өте ауыр. Денсаулығына және де жүктілік кезінде баласына да өтеді. Жалпы толығырақ айтсам, темірдің жетіспеушілігі бізде созылмалы әлсіздікке әкеледі. Иммунитетінің төмендеуіне, гормондық тепе-теңдігінің бұзылуына және де репродуктивті функцияның әлсіреуіне әкеледі. Әсіресе әйелдерде бізде жүктілік кезінде бұл жағдай тек қана әйелдің ғана денсаулығына емес, әйелде де, яғни қан кету болса, анемия болса, оны тоқтату қиын. Жалпы анемиясы аз болса, босану қауіпті, себебі ода қаны тоқтамайды, асқынулар болуы мүмкін. Ал балаға қандай зияндылығы бар? Ұрық үшін де аса қауіпті, себебі ұрыққа оттегінің жетіспеушілігі дамиды. Яғни шала туылуы немесе нәрестенің төмен салмақпен дүниеге келуінің қауіптілігі артады. Сонымен қатар баланың болашақтағы жаңағы ақыл ойының дамуына да кері әсерін тигізеді. Яғни балаңыз өте жақсы оқымауы мүмкін, немесе есте сақтау қабілеті төмен болуы мүмкін, тағы да басқа жағдайларға темірдің жетіспеушілігі, яғни анемия өзінің кесірін тигізеді екен. Анемия егер ауыр жағдайларда, жаңағы анемия қатты төмен болса нормадан, онда жүрекке қосымша жүктеме түсіреді ол. Яғни жүректің жеткіліксіздігіне дейін әкеледі. Анемия жай ғана
анемия деп айтып қоюымыз мүмкін, но бірақ оның ағзамыздағы процестерді реттеудегі рөлі өте зор. Бүкіл процеске қатысады. Метаболикалық қызметтерге, жүйке жүйесіне, жүрекке, қан тамырлар, оттек барлығына бізде анемия, яғни темір жетіспеушілікті анемия бізде сол процестердің барлығын жұмыс істеуін бұзады, бір сөзбен айтқанда. Енді бұл темір тапшылықты анемияны қалай емдейміз? Бұны тек қана препаратпен емдеу жеткіліксіз. Бұл жерде рационды, яғни тамақтануды өзгерту керек. Питание дұрыс болу керек. Яғни темір тапшылығы кезінде бізде рационға темірге бай өнімдерді қосу керек. Не бай? Әсіресе бізде етті көп жейміз, ет бізде темірге өте бай тағам. Етте өте бай темірге. Бауыр, балық, қарақұмық, бұршақ, сосын шпинат, жемістерден алма, осылардың барлығы бізде темірге өте бай тағамдар. Темірдің сіңу үшін қосымша С дәруменіне бай тағамдарды қоссаңыздар болады. Яғни темірдің сіңірілуін олар 2 есе арттырады. Ал сүт өнімдері, айран, сүт, кофе, оларды темір препаратын қабылдағаннан кейін бірге ішуге, немесе одан кейін ішуге болмайды. Себебі олар темірдің сіңірілуін тежейді. Ішіп жатқан, жеп жатқан тамағыңыздың ешқандай да пайдасы болмай қалады. Ауаға кеткендей болады. Ал орташа ауыр дәрежелі анемия кезінде дәрігеріңіз тағайындап, темірдің препараттарын тағайындайды. Темір, біз білуіміз керек, анемия ол бір аптада немесе бір айда емделетін нәрсе емес. Оны 6 айлап, 3 айлап емдейді. Темірдің, ферритиннің нормасын қалыпқа келтіру керек болып табылады. Жалпы осылай общий анализ крови тапсырып, сода гемоглобиннің мөлшерін, ферритиннің қорын біліп алуға болады. Өзіңіздің денсаулығыңыз үшін, балаларыңыздың денсаулығы үшін бұл өте маңызды болып келеді. Сондықтан ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Ұнаса каналға жазылып қолдап кетіңіздер.